жазған дүниелерімді апармаған жерім жоқ. Бүкіл мәдени ошақтарына апарам, ол кісілер тек қарайды да, бірақ ештеңе айтпайды. 3 миллионды мойныма қарыз қылып, мен Нұркен ертең сотталып кетпейсің ба, мына 3 миллионды қалай төлейміз? Егер ой маған керек емес, бәріміз осылай өмір сүре берсек, онда қоғам сен тимесең мен тимеу. Онда қоғам іріп шіріп кетуі мүмкін. Ал қайырлы күн құрметті көрермендер, қайырлы күн құрметті Ритм подкаст көрермендері. Бүгінгі бізде кезекті шығарылым. Бүгінгі біздің кезекті шығарылымның қонағы актер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Екезу театрының директоры Нұрлыбек Жұбатқан. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Қайырлы күн құрметті көрермен. Бүгін сіздермен бірге жүргізетін Ерасыл Молдаханов және мен Аяжан Әділбай. Біздің күнделікті дәстүрлі сұрағымыз, қош келдіңіз аға, көңіл күйіңіз қалай? Қалай жеттіңіз? Өте керемет. Енді Алматыға келген кезде бір көңіліміз көтеріліп, енді Алматы қаласы жайдарлы қала ғой, адамды тартып тұратын. Келгеннен кейін ауылға қарай қайтқың да келмейді, жүре бергің келеді. Дегенмен енді жаңа ел бар деген сияқты өзіміздің жұмыстарымыз бар. Сіз келеді деп ауырайды. Өзгеріп сала берді ғой әдем. Иә. Мен Алматыға келген сайын күн ашық болады. Бұл онда біз енді біздің өзіміздің бір дәстүрге айналған бір нәрсе бар. Осы подкастымызды еркін түрде өткізейік, кең көсіліп деген мақсатта. Енді бізге ең алғашқы сұрағымызды мынадан бастағымыз келіп отыр. Енді Нұрлыбек Жұбатқан десе ең алдымызға көзімізге сатира елестейді, Екезу театры елестейді. Жалпы енді дәстүрлі сұрақ болсын. Жалпы бұл сатираға қалай келдіңіз, қызығушылығыңыз қалай оянды, бала кезден осы сатираға жақын болдыңыз ба? Осы сұраққа өзіңізден толыққанды жауап күтеміз. Негізі сатираға, жазушылыққа қалай келгенін өзім білмей қалдым. Негізі ойлаймын, мен қиыншылықтан келдім. Өйткені Шымкент қаласында мәдениет институтын бітірдім. Қолыма дипломымды алып Ақтөбеге келдім. Мен ойладым, жұмыс дайын тұрады шығар деп студенттерге. Ол олай емес екен. Бүкіл мәдениет ошақтарының есігін қақтым. Ешқандай орын жоқ, жұмыс жоқ. Содан мен кәдімгідей шаршап кеттім, жұмыссыз деп. Енді ана өзім 5 жыл мен неге оқыдым? Онда мына дипломды маған неге берді деген өзімде сұрақ болды. Мен енді анай былай саудаға, ондайға барғым келген жоқ. Қалай болғанда өзім мамандығыммен театр саласын бітірдім. Осы мамандықпен жұмыс істегім келді де, сонымен ауырдым. Анда бардым, мында бардым. Мектептерге барып кружок аштым, театр кружогын. Сөйтіп жүріп, енді мына әр жерге барғаннан кейін көресің ғой. Мына өзімнің өмірімді өзім жаза бастадым. Қиыншылықты, әр жерде болған заңсыздықты көреді ғой. Әрбір есікті ашқаннан кейін, содан кейін жазушылық, мен өзім жазушымын деп те ойлағаным жоқ. Ойыма келгендерді қағазға түртіп жүрдім. Содан кейін ешқандай не театрда, не филармонияда, не шығармашылық үйінде орын болмағаннан кейін мен ойладым, онда мен өзім театр ашуым керек шығар, жеке деп. Өйткені сол 90-шы жылдары тек қана Тамаша театры және Бауыржан шоу болды. Басқа жоқ. Сосын енді Ақтөбеге, жалпы батысқа бір театр керек шығар деп, үйге келіп, базардан машинка сатып алып, басатын. Ол уақытта компьютер жоқ. Ақ қағаз алып, содан ойыма келген дейді ғой, аузыңа келген деген сияқты, ойыма не келеді? Соны жаздым. Жазамда, сосын үйдегілер, бірінші оқырманым, үйдегілерге оқып берем. Олар күлсе әрі қарай жазам, күлмесе жырып тастаймын. Інілеріме, қарындастарыма, әке-шешеме оқып берем. Болмаса ағайын туыстары тек менен қашатын болды тек. Олар келсе мен қағазымды алып жүгіріп, күлкілі ме, күлкілі емес деп. Енді адам өзін таба алмайды ғой. Ең бірінші өмірде адам өзіңді танытуың керек, табылу керек та, өзің кім екеніңді білмейсің. Енді айнаға қарасаң білесің ғой, өзің көзің бадырақ па, көзің мұрның пұшық па. Бірақ ішкі дүниеде өзіңнің кім екеніңді, өзіңнің қолынан, өзіңді бағаланбағаннан кейін сен оны білмейсің. Мысалы бір шебер, бір жақсы етікші жақсы етік тіксе, оны киіп көрген адам біледі. Онда да бір 5 жыл кигеннен кейін, мынау шынымен де балғарысы мықты екен, жыртылмайды деп баға береді ғой. Сондай сияқты мен өзіме баға беретін адам болған жоқ. Жазған дүниелерімді апармаған жерім жоқ. Бүкіл мәдени ошақтарына апарам, ол кісілер тек қарайды да, бірақ ештеңе айтпайды. Содан
жазғандарын пакетке салып алып көшеде жүремін өзім. Енді бір қияли болды, мен шынымды айтайын. Содан Ақтөбе облыстық акиматқа бардым. Сол жерде жұмыс істеп жүрмін ғой, әжеге барып. Мәдениет басқармасынан барып жұмыс сұраймын. Содан төмен қарай 6-шы этаждан 4-ші этажға түсіп келе жатсам, облыстық Ақтөбе газеті деген тұрған ящик қой, оқырмандар хаттарын салып кетеді редакцияға. Содан жазған 2 дүниемді бүктедім де салып кеттім. Енді не істеймін бе? Содан ол материал ертеңіне редактордың алдына барған. Ол кезде редактор Идош Асқар деген ағамыз әлі бар Ақтөбеде. Сол кісі оқығанда айтқан ғой, олар жазушы адам, жазушы қаламсабын жазғаннан таниды ғой журналистер. Мұны оқығанда айтқан, мұны Нұрлыбек Жұбатқан деген кім деп сұраған ғой жиналыста. Қой, білмейміз. Осыны табыңдар деген ғой, мынау маған керек мынау. Мен жазуынан танып тұрмын деп ең бірінші баға берген редактор. Бірақ мен оны танымаймын. Ол да мені танымайды. Мен Ақтөбеде мен ешкім танымайды. Ол кезде ешқандай студентпін, өздеріңіз сияқты жаңадан келген. Соны редактор менің жазғанымнан танып, мені Ақтөбеде 6 ай іздеген ғой, таба алмай. Енді ол жерде адрес жазылмаған, тек қана Нұрлыбек Жұбатқан. Ол мен қайдан келген, ол Ақтөбенің кімі, әлде басқа бір қаладан келіп салып кетті, ешкім білмейді оны. Ол бір ғой. Сол редактор 6 ай бойы іздеген. Одан кейін мен енді әлі сол материалымды алып жүріп, көшеде келе жатсам, көшеде тамаша ойын-сауық отауының жарнамасы ілулі тұр екен, афишасы. Құдайберген Сұлтанбаев, Тоқсын Құлыбек келейін деп отыр екен. Содан ойладым, мен осы материалдарымды мен тамашаға беріп көрейін дедім да. Содан Ақтөбе қонақ үйіне Құдайберген Сұлтанбаевты іздеп бардым, халық әртісі. Келдім, бірақ кіре алмай тұрмын да, кірейінсем қорқам. Енді ол танымайды, ол кезде ол кісінің атағы жер жарып тұр. Мен бір әшейін адаммын ғой, өзіңді адам шамалы жасқан шақ болдым жас күнімде. Енді орта көрмегеннен кейін бе үлкен ортаны қысыласың ғой. Содан 2 сағат соның есігін күзетіп отырдым қонақ үйінде, кіре алмай. Адамдар кіріп шығып жатыр ғой, мен бірақ батылым жоқ кіруге. Содан түс кезі болып қалды. Бір кісі келді, сен бала мынадан 2 сағаттан не істеп отырсың мынара деп сұрады. Ол жаңа Құдайберген ағайдың продюсері ма, сондай администратор екен. Мен ағам еді, ағама келіп отырмын дедім. Мен ағам болса кірмейсің бе деді. Содан айтты, Құдайберген сен бір інің келіп отыр деп. Ол қайсы? Ол кім деп кірсін деді. Кірсем Құдайберген отыр екен, бірінші рет енді былай тірі көремін ғой. Қол-аяғым дірілдеп тұр, қолымда пакет, бір пакет жазған дүниелерім бар. Әзіл сықақтарша, интермедиа театрға керек. Сен кімсің деді. Не ағай, сөйлей алмай тұрмын. Мен андай не жазып жүретінді, не жазып жүрсің дейді. Өйше андай ойнатып тұр да мен. Әзіл жазып жүрмін деді болса. Деді да, сосын. Қане деді, қолымнан алды. Мұна үлкен көп дүние ғой, бұны қазір оқитын менде уақыт жоқ. Бүгін кешке концертім бар. Тастап кетсең, тастап кет. Егер тастамайын десең, онда алып кете бер деді. Содан ойбайға маған керек емес дедім да, жазған дүниелерім бәрін соны тастап кеттім. Солай пакетімен бердім. Бір ұзақ сөйлескенім жоқ, бір 3-4 минуттен кейін шығып кеттім. Бір рахаттанып шықтым. Жеңілденіп, ойын жүк түскендей. Жүк түскендей. Сонымен үйге келдім, бәрінен құтылып жазғандардың бәрінен әйтеуір. Содан Құдайберген концерт біткеннен кейін енді самолетке отырады ғой. Самолетке отырғанда, ана бала осы не жазып жүр екен, кешегі есіне түсіп кеткенде пакетті алып соңғысынан ашып қалған ғой. Самолет жоғары көтерілгеннен кейін биікте. Бір материалды суырып алып қарағанда, онақ бала. Өзі айтады енді артынан кездескенде. Екіншісін суырып алып, олдан алған, үшіншісі. Содан тек пакет ана құшақтап алдым дейді. Оларға енді материал керек қой. Тамашаның 97 жылы бұл. Тамашаның жаңа жылдық бағдарламасын дайындап жатыр екен. Әзіл іздеп жатыр екен де. Анау өзіне дәл келіп тұр ғой. Содан аэропорттан түскен бойда тамашаның офисіне звондаған Лұқпан Есеновке. Мен бір тамаша автор таптым, жас жігіт, Ақтөбеде тұрады. Материалдардың бәрін беріп жіберді деп. Олар қуанып, түстен кейін менің материалдарымды көркемдік кеңес таңдап, 5 материалымды бірден тамашаға алған. Бір целый тамашаға.
енді олар іздеген ғой мені. Олар алғанда енді қайдан ол автор қайда? Керек қой рұқсаты керек. Білмеймін, маған әкеліп берді бір бала. Фамилиясын қарайды, Нұрлыбек жатқан мәдениет басқармасына звондайды, олар танымаймыз дейді ғой, білмейді ғой. Содан күнде звондайтын көреді. Мына жақтан редакция мені іздеп жатыр. Екі жақтан іздеген ғой. А мені ешкім білмейді, Ақтөбеде жүрмін бірақ. Бәрін өткізіп қойып. Соның бар, содан мен ұзақ сөйлеп кеткен жоқпын ба? Жоқ. Жоқ, айта бер. Бітіріп тастайын тез. Болмаса ұзақ бол. Содан мен енді әлі жұмыс іздеуімді тоқтатқаным жоқ. Қайтадан мәдениет басқармасына келемін, жұмыс бар ма? Жоқ, қайтадан кетіп қаламын. Сөйтіп жүрген кезде осы жаңа жыл жақындап қалды, декабрьдің бір 15-тері-ау деймін. Енді жылдың аяғы бір орын босайтын шығар деп мәдениет басқармасына тағы келдім. Сосын бастық босамаса екен, отырдым осы коридорда, диванда. Содан кейін бір 40-тан асқан бір кісі келіп отырды. Шашына шам ақ түскен, мұрты бар. Ұзақ бір-бірімізге қарап отырдық. Сосын жаңа кісі айтты, қайдан боласың деп сұрады. Шалқарданмын деді. Шалқардан? Менің келіншегім Шалқардан, сен балдыз болдың ғой деді. Атың кім деді? Нұрлыбек деп едім. Нұрлыбек жұбатқан емес пе? Иә, жұбатқан. Деп мені келіп қолымнан ұстап алып, мен сені 6 ай болды іздеп жүргеніме. Мен Ақтөбе газетінің журналистімін. Ақын жазушы Ертай Ашықбаев екен, ақтөбелік. Мен сені іздеп жүрмін, іздегенім алдымнан табылды. Тек қолымнан ұстап алды да редакторға сүйреп алып барып төменге түсірді. Мен өзім түсінбей қалдым, мен іздеп жүрген білмеймін ғой. Редактор орнынан тұрып, ойбай айналайын, сен қайда жүрсің? Біз сізді іздеп жүрміз, мені. Мен сені жұмысқа аламын дейді ғой. Мен жұмыс іздеп таба алмай жүрмін. Өзім түсінбей тұрып, қалай жұмысқа алдым? Содан тек бас аяғы 1 сағаттың ішінде мен жібермей жұмысқа алдым. Кәдімгі жаңағы Ертай Ашықбаевтың қасында мәдениет бөлімінің де тілші болып мен жұмысқа алдым. Енді ол Ақтөбе газеті облыстық газет қой енді. Екінің бірі оған кіре алмайды. А мен жаңа 2 материалым үшін редактормен жұмысқа алып тұрмын. Жұмыс таба алмай мен бір 2 жыл жүрдім ғой сандалып. Содан енді өзім де сенбеймін деп, қалай үйдегілер де сенбейді, қалай ол сен жұмысқа аяқ астынан деп. Содан енді сол жерде редактор жаңа Ертай Ашықбаевпен кездескеннен кейін сол жерде қоңырау да шырылдады сол жерде, приемныйдың. Сол кезде қызға звондап жатыр екен, сонда жаңа жұбатқан деген таптыңдар ма деп. Содан мен айттым, мен қол жұбатқан деп. Содан сол жерде тамашамен сөйлестім. Олар шақырды мен Алматыға. Содан үйге 2 жаңалықпен бардым ғой. Бірінші жұмысқа тұрдым, екінші мен тамаша шақырып жатыр Алматыға деп. Үйдегілер де сенбейді. Содан сол тамашаға бардым. Осылай сол мені танытқан Ақтөбе газеті және тамаша театры. Адамда өзіңді танығаннан кейін әрі қарай өзіңде сенім пайда болады. Әрі қарай жұмыс жасап, өзімді өзім танығаннан кейін менің қолымнан іс келеді екен, жазушылық келеді екеннен кейін барып мен театр құра бастадым. Екесіп театрын адамдар іздеп, өйткені қолымнан келеді деп маған баға берді. Оған дейін мен ештеңе істеген жоқ. Өйткені адам өзіне сенімсіз болғаннан кейін. Мысалы, кезінде Димашты да бағалаған жоқ қой. Ол өзін сырт мемлекет бағалағаннан кейін барып, ол өзінде күш-жігер пайда болды. Мен шынымен де мені бағалады әншімін деп. Сондықтан да біздері көбінесе бағалау жетпейді ғой. Біздерде қолдау жетіспейді. Мен өзім қолымнан келгенше жастарды қолдайтыным сол. Қандай жас келсе де мен кеудесін итермеймін. Әйтеуір сол мүмкіндік берем. Әрі қарай жұмыс жасап жарқырап кетіп жатса кетеді. Енді әрі қарай қолынан ештеңе келмесе, енді маған кінәм жоқ, өзі кетеді. Жалпы қазақ айтады ғой, аузында қалжыңы жоқтың белінде шоқпары бар деп. Осы ашша әзілдеймін деп опық жеген кезіңіз болды ма? Ол енді ол кәдімгі өмірде болатын жағдай ғой. Ешкімді бетіне айтқан жақсы көрмейді. Бұл сатира деген қоғамның санитары, кәдімгі тазалаушысы ғой. Мен мысалы қазір әкімдер туралы, депутат туралы, басшылар туралы жазамыз ғой енді. Мен жазбаймын десем де мен жазам, өйткені миыңда тұрғаннан кейін оны әрі қарай шығарып тастамасаң, ол өзіңе бір ауыртып жүреді. Ана жазғаннан кейін бір рахаттанып, оны көрермендер қазір әлеуметтік желі деген Фейсбукқа саламыз. Жұрттар оқиды, бағасын береді. Бізге бағалау керек. Содан ынта, яғни бір рахаттанасың. Енді ондайлар ол аяқтан шалу дейді, ол болады. Ол өзімде де болып жүр. Талай, мысалы мен бір депутаттыққа өтейін деп тұрған кезде жас кезімде де мен спискіден сызып тастады.
осы қазір ананы жазады мынаны айтады деп бізді ойлайды бір бәлеқор деп. Мен ондай ешқандай бір арыз қой емеспін, ешкімнің сен арыз жаз ондай жоқ. Мен жазғанда да шартты түрде емес, шартсыз түрде, яғни балама түрде жазамын. Мысалы әкімдер туралы жазатын болсам, мен сол фамилиясын, оның ат жөнін айтпаймын, тұспалдап қана тұспалдап жазамын. Соның өзіне ренжиді ғой. Ол өзін таниды да. Мысалы мен Ақтөбеде мұртыңды ұрайын деген бір әзіл жаздым. Мұртыңды ұрайын. Енді мұртты адам көп қой. Мен мысалы мұртты адамнан қорқам. Мұртты дәрігерден қорқам, мұртты полициядан қорқам, мұртты жаңа депутаттан қорқам. Келем мұрттылардан қашып жүретін болған ба, солай жазғым келді. Содан бір күні мұрты бар Замакин келіп менен сұрайды, Нұреке, сен мен жазған жоқсың ба дейді. Бәйден мұрт дейтін бәрін де береміз бе? Жалғыз сіз демес. Сол күні ана өзі сезікті секрет деген сияқты кейбір адамдар өзі мойындап, өзі ренжиді. Енді ол әркімнің өзіне байланысты. Шындық әрқашанда ащы. Дұрыс айтасыз. Енді аға, енді жаңа енді өзіңіз айтып жатырсыз ғой, сатира, сахнаның санитары деп. Енді бір қоғамда болып жатқан бір дүниелерді, кикілжің мәселелерді осы тілге тиек етіп, сатирада көрсетуге тырысасыздар. Жалпы енді мынандай бір сұрақ туады да, сатирадан мән кетсе, сахнадан сән кетпей ме деген секілді. Қазір халық қаншалықты сатираны түсінеді, қаншалықты ұғады? Осы бір сұраққа өзіңіздің жауабыңызды айта кетсеңіз. Сатирадан мәнді кетіретін ол жазушы емес. Ол кез келген қаламның яғни уыты бар жазушылар ол жазады. Оны мәнін кетіретін бір өзіміз ғой. Сатираны ол әдебиеттің жанрында ең кенже дамып келатқан, әлі бір дамымай келатқан жанр ғой әдебиеттегі. Біз соны көтермелемейміз де, оған біздер жоғары билік жағынан қолдау керек, насихаттау керек. Біз жазамыз, солай қалады. Ал сол жазылғанға әрі қарай шара қолданса, онда бұның мерейі өсер қоғамда. Негізі ол сатира деген ол бір бәлеқор емес. Ол кәдімгі шындықты айтатын жанр ғой. Адамның көкейіндегі ойыңды тура айтатын, қоғамдағы келеңсіз жағдайларды жылатып айтатын сондай жанр. Сондықтан да оның мен ешқашанда сатираның мәнісі кетті деп айта алмаймын. Бұл кәдімгі өзінің жолымен келе жатқан, анау біз мысалы үлкен Оспанхан ағаларымыз, кешегі марқұм Көпен ағаларымыздың ізін соның жалғастырып кеткен біз ізбасарларымыз. Қолымыздан келгенше енді әркім өзінің деңгейі жеткенше жазады. Әркімнің ойы бірдей емес. Барлық сатириктер бірдей жазады деп мен айта алмаймын. Олар еркін тақырып, әркімнің өзінің формасы бар жазатын. Мен мысалы ерекшелігі мен жазған дүниемді драматургиялық жағынан қысқаша интермедиялар жаза аламын. Оған да бір форма керек. Оны да айтатын 10-15 минуттың ішінде бұл мини пьеса деп айтуға болады. Қысқаша түрде біз бәрін айтып береміз. Жалпы көп әзілкештер айтып жатады осы. Жұртты күлкіге қарқ етсем, сөйтіп көңілдерін жарқ етсем деп арзан әзілдерді сатираға балап жатады. Солар жайлы не айтар едіңіз? Негізі арзан әзіл деген ол отбасылық қалжың ғой енді. Орысша бытовой деп айтып жүреді. Қазір арзан әзіл деген бұл ақша табуға керек. Өйткені халықта жеңіл күлкіні жақсы көреді. Біздің қойып жүргеніміз Екезу театр, ол таза сатиралық шығармалар. Мен Екезу сатира театр деп қойғаным сол. Сатира болады оның ішінде. Сатира ол міндетті түрде қарқылдатып күлдірмейді. Ол астарлы болады, ішіңнен жылауы мүмкін, ішіңнен мырс етіп күлуі мүмкін. Егер жеңіл күлкі, оны қоқма деп айтады, бір баламасы бар. Ондай әзілдер болады. Мен өзім көп ондай жақтырмаймын, бірақ соңғы кезде халықтың сұранысы біз қосамыз арасында жеңіл күлкіні. Жаңағы енді ол жеңіл деген, тұрмыстық әзіл деген кәдімгі оның ешқандай астары жоқ, қоғамға ешқандай пайдасы жоқ, тек тарқ етіп күлу үшін жазылатын нәрсе. Бір рет күлкі үшін. Бір рет күлкі. Оны айтатын ойда жоқ, оның ешқандай мән мағынасы да жоқ. Бірақ халық соны сұрайды ғой. Халық бірақ сондай күлкіні жақсы көреді. Оны енді білмеймін. Сұраныс бар жерде ол да бар дейсіз ғой. Әсіресе енді осы
соңғы кезде осындай күлкіні, осындай әзілдерді халық жақсы көреді. Мүмкін халықтың да енді тұрмыстан шаршап, тұрмыстық жағдайға да байланысты ғой. Халық шаршап жүргенде оларға да бір ауыр нәрсе айту да қиын негізі. Мен өзім ойым, әлде біздің әлде соны сатираны түсінетіндей әрі көрермен әлі туындаған жоқ па деп те ойлаймын. Өйткені ылғи да барлық театрлардың бәрі тұрмыстық әзілге көшіп кеткеннен кейін сатирада насихатталмай жатқан сияқты. Мүмкін. Солай ғой. Иә. Жақсы аға. Өзім солай ойлаймын. Енді әңгімеңізге қосыламын шыны керек. Енді бірақ мынандай бір күшті сөздер айтып жатсыз ғой, жалпы енді сатираны дамытуда өзіңіздің келелі де көлемді еңбектеріңіз бар, жасап жатқан жұмыстарыңыз бар. Жалпы енді алдағы уақытта осы сатираны әрі қарай дамытуда қандай жоспарларыңыз бар? Сонымен бөлісе кетсеңіз. Ақтөбеде осы Екезу сатира театры 2001-де біз мемлекеттің қарамағына өтті. Жаңа жеке театр. 98-де жеке клуб қылып құрдым. Мен театр деп айтқан жоқпын. Өйткені қазір екінің бірі театр деген сөзді жеңіл пайдаланып кетті. Ол театрдың үлкен, оның өзінің режиссері, оның енді білесіз ғой, театрға қандай мамандар қызмет жасайды. 200-ге жуық, солай ғой. 2 адам театр құрып алады. Мен соны 200 құрылғанда мен театр деп құрған жоқпын. Клуб. 5-6 адам болды, 200 күлкі клубы. Мен артынан мемлекет статус беріп, театр қылып, штат бергеннен кейін барып, мен 200 эстрадалық миниатюра театр дедім. Ол кезде сатира деген жоқпын. Миниатюра театр. Кейін барып, жаңа сатиралық шығармаларды біз өзім театрдың жанрын анықтау үшін мен сатира театр деп ауыстырдым. Енді менің мақсатым Ақтөбеде облыстық сатира театр құрғым келіп, 2 жыл болды. Мәдениет басқармасының басшысына хабарласып, хат жазып, мәдениет басқармасының басшысы Алтынай Юнисова деген қарындасымыз ол да қолдап, Ақтөбеде облыстық сатира театрын ашқымыз келеді. Ақтөбеде облыстық драма театры бар, облыстық Алақай қуыршақ театры бар. Енді неге сатира театры жоқ деп, сондай өзіміздің ғимаратымыз болса, тағы да штаттарды көбейтіп, сондай сатира жанрын дамытуға үлкен сондай бір жоспар жасап жатырмыз. Бұйырса қазір қатты жолданды жан-жаққа, министерствоға, өзінің тиісті орындарға. Бәрі де бірақ жақсы қолдау көрсетіп жатыр. Бұйырса Екезу сатира театры үлкен облыстық сатира театрына айналайын деп тұр. Яғни бүкіл батыс Қазақстанды қамтитын. Жақсы, керемет аға. Жалпы сіздің сатираларыңыздың түбінде астарлы бір ой жатады. Сол сатираңыз арқылы кейбір олқылықты мемлекет басшыларын немесе өкімет басшыларын өзгерте алдыңыз ба? Яғни олар ащы шындықты қабылдап, бір белгілі бір өзгерістерге бет бұрды ма? Соны түсін алды ма? Ондай кезеңдер болды. Осы Ақтөбеде бізде ескерткіш көп ашылады Ақтөбеде. Жыл сайын 2 ескерткіштен ашылады. Енді ол да енді ескерткіштің өзі енді ол бұрынғы енді батырдың болмаса бір жазушының еңбегін бағалау ғой, енді елдің есінде сақтасын дейді. Қараптан қарап аша салмайды ғой. Ол да керек негізі. Бірақ Ақтөбеде ескерткіштер өте көп. Бір күні сол ескерткіштерді аралап келе жатып қараймын да. Облыстық соттың ғимаратының алдында Нұрпейіс Байғаниннің ескерткіштері да. Келмейді ғой соттың. Ақтөбеде Нұрпейіс Байғанин атындағы кітапхана бар. Ойлаймын, неге соны алдына қоймаған? Болмаса роддом больницаның қасында, соған қарама қарсы больницаның қасында. Қасында больница, міне анда роддом, Тақуа Ақтанов пен Қуандық Шаңғытбаевтың ескерткіштері да. Роддомға қарап, екеуі бетімен ойлаймын, драма театр андай жер 500 метрде Ақтановтың театры. Неге ол соның қасында тұрмайды? Содан мен идея пайда болды да, мен соны әзіл жазғам. Ақтөбеде ескерткіштер неге тіріліп кетті деген. Яғни бір күні бүкіл Ақтөбедегі ескерткіштер тіріліп кетеді да. Забастовка жасайды ғой. Көтеріліске шығады. Біз неге Нұрпейіс Байғанин айтады, мен не істеп тұрмын сотталған адамдардың алдында жыр айтып деп. Ана кім айтады, Тақуа Ақтанов айтады, мына күнде роддомда қанша әзілмен жаздым ғой. Соны бірден өзгертті. Сол кезде Бердібек Сапарбаев болды әкім.
енді әкімшіліктер қарайды біздің жазғандарымызды. Бір айдан кейін уже ескерткіштер қозғалды ғой. Ақтанып, жаңағы Тақуай Ақтановтың ескерткіші сол Ақтановтың қасына келді. Бүкіл ескерткіштер өзгертті қолдарынан келгенше. Сатираның шыңғайламыпты ғой. Ол қоғамға пайдасы еді ғой. Болмаса, егер оны сен кәдімгідей бір мақала қылып жазсаң, онда шамалы ойлайды, ой, осы маза бермейді деп. Ана бір жағынан күлкілі, бір жағынан бір қызық жанр ғой. Есте қалатындай. Иә. Оны іздеп тауып алып оқуларыңыз болады, неде бар? Оқыдық қой деймін. Оқыдым мен. Фейсбукта бар. Мен кітабымда да бар ол. Енді жалпыға енді екі езу театр арқылы көпшілік сізді таниды. Енді одан бөлек жасап жатқан жұмыстарыңыз арқылы да барлығын таниды. Енді сұрақты осы тікелей екі езу театрына бағыттап қойғым келіп отыр. Енді жалпы мынандай бір сұрақ туады, енді екі езу театрының о бастау алған жерін жаңа өзіңіз де айтып отырсыз. Енді бұл жерде мынандай сұрақ, екі езу театры неге Алматыда емес деген. Өте орынды сұрақ деп қояйын. Негізі мені Алматыға, Астанаға да 3 рет шақырды. Ең бірінші тамашаға 97-те келдім ғой. Сол кезде ол келуім де қызық болды енді. Бірінші рет Алматыға келуім ғой. Бір екі вокзал бар екен, оны білмеймін. Бірінші вокзалдан түсіп қалғам. Олар екінші вокзалдан күткен, кешке дейін мені іздеді ғой. Оның өзі үлкен әңгіме. Сол кезде марқұм Лұқпан Әсенов айтқан, айналайын, сен тамашаға аптыр болып кел. Алматыға кел жұмысқа, тамашаға, мен сен жұмысқа аламын деп. Менде Ақтөбеде мен жұмысқа тұрып қойдым. Менде бір сондай нәрсе бар, бір жерге тұрсам, соны аяғына дейін кетіп қалғым келмейді. Қайда бір 5 жылдай жұмыс істеп, нәтижесін өзімнің қолымнан не келеді, соған беруім керек. Мен ағайға айттым, аға, мен газетке жақында ғана тұрмын сіздердің алдыңызда. Мен қалай енді ол кетіп қаламын. Мен қайта 5 жылдай жұмыс істеуім керек деп, солай қалып қойдым. 5 жылдай, мен бірақ 5 жыл емес, Ақтөбе газетінде 3 жыл жұмыс істедім. Көп нәрсе үйрендім. Өйткені мен бітіргенім журналистика емес. Ол жерде кілең журналистика бітірген тіс қаққан журналистер жазушылар ғой. Ол жерге барғаным өте қуандым. Құр жаза бермейтін, тақырыпты қалай қою керек, соның бәрін үйрендім. Екінші шақырғаны Астанада біз 2002 жылы халықаралық шабыт фестивалі бар ғой, білесіздер ғой? Әлі болады. Сол кезде біз сатира жанры бойынша, сатира театрларының арасында гран-при жеңіп алдық. Содан гран-при жеңіп алғаннан кейін бізді сол мәдениет министрлігі жұмысқа шақырды Астанаға. Оған да бара алмай қалдық. Неге дейсің ғой? Өйткені 1 жыл бұрын бізді мемлекеттік театр қылып ашты. Мен енді қалай кетіп қалам? Көрдің бе? Барғымыз-ақ келді. Одан кейін Алматыға шақырды. Гүлдер ансамблі Қыдыралы Болманов. Өзі самолетпен алдырып, екі езу театрының артистерін кабинетіне шақырып, қонақ қылып, бірге жұмыс істейік деді. Онда да қала алмадық. Өйткені театрымыз бар ғой. Сондықтан да сол 3 рет шақырғанда да бізге бұйырған жоқ. Алматыда, Астанада. Бірақ енді жұрттан көштен қалып қойдым деп айта алмаймын. Ақтөбеде тұрсақ та театрда барлық Қазақстан таниды. Оны мойындау керек. Кешегіде біздің артистердің өздері де қарапайым. Олар өздерін білмейді ғой, халық танып жатқанын. Біз енді телевидениеге мен не үшін келем? Алматы Республика сарайына онда айтамын, не үшін келем? Ол артисті халық тану керек. Ақтөбеде жүрсек біз ешкім танымайды. Бізге республикалық каналдар керек. Сол үшін мен артистерді әкеліп шығарамын. Ол Республика сарайына 2-ның бірі концерт бере алмайды. Кешегіде Алматының әншілері де айтып тұр ғой, біз қаншама жыл Алматыда тұрсақ та концерт бере алмаймыз дейді. Екі езу келесіңдер де беріп кетесіңдер, қандай қорықпайсыңдар дейді. Қаншама расход шығын. Сол кеше біздің артистер өздерін жаңа пойызға атқанда халық танып жатыр. Оны біз қарап отырамын да, Шымкенттен түсін, Түркістаннан түсін әйтеуір танып қалады. Суретке түседі. Оның өзі халықтың арасында уже танымалдылық бар да артистерде. Енді бір кемшілігі жаңа Алматыда неге жүрмедіңдер дейді ғой. Мәйтем енді оған енді мүмкіндік болған жоқ. Мен жалғыз өзім болсам келер едім. Енді бүкіл 15 адамды қалай алып келем Ақтөбеге. Сосын мен өзімнің командам өзім ұнайды да. Мен өзім осында келіп, екі өзім команда тастап кетсем, бір жағынан Ақтөбе жұртым айтпай ма? Театрды бастап алып тастап кеткенесің мынау деп. Мында келгеннен кейін мен өзім екі езу театрындағы бірге жұмыс істеген актер, режиссерларды мен мұнан таба аламын ба? Таба алмауым мүмкін.
әрбір үйірі әр жерде әртүрлі ғой енді. Сондықтан да ойладым, мен шалабым шайқамай сол Ақтөбеде отырып ақ жасауға болатынын мен дәлелдедім. Басқа облыстан келіп ешкім концерт қоймайды екен. Тек Шымкент қояды. Шымкент енді ол ортасы жақын ғой. А басқа облыстар келіп түгел тап осы туралы әңгіме болған түнде. Басқа облыстан тек 200 ғана келіп қояды екен концерт дейді Республика сарайына. Сондықтан да мен ештеңеден қалып қойдым деп айта алмаймын. Күзде тағы келеміз біз, 25 жылдығымыз, тағы да концерт береміз деп айтып кеттік. Бір сөзіңізде бүйтіп айтыпсыз, Ақтанов театрына директор болғалы шығармашылықтан жоғалып кеткенде күй кештік деп. Жалпы соған не себеп? Ол былай, мен жаңа тағы да айтайын, бұл шамалы түсінікті болсын. Біз 98-де құрылып 2005-ге дейін 7 жыл бойы Ақтөбе, Орал, Ақтау, бер жақ Қызылорда бәрін жаяу жүріп біз танымал болдық. Ол уақытта не жоқ қой, Инстаграм, интернет жоқ. Біз кәдімгі автобуспен жүріп, жаяу жүріп, бүкіл Батыс Қазақстанға біз танымал болдық. Бәрі таниды. Бірақ басқа жерлерге аяғымыз басқан жоқ. Анау Қызылордаға кейін барды, әрі қарай Шымкент, Жамбыл, Алматы, Талдықорған, былай қарай Астана былай шыққаным жоқ. Енді ойладым, ол үшін біз жаңа айтқанда Республика сарайына қоюымыз керек, бір республика арнаға түсіртуіміз керек. Мен сол 7 жылдан кейін ойландым да, бірден шешім, мен өзі сонда тәуекелге баратын адам. Бірден қиынына қарамай кеттім деймін. Содан бір күні мәдениет басқармасының басшысына айттым. Ол кезде айлығымыз 50 мың теңге. 2005-те ше. Директордың айлығы 50 мың теңге. Мен оған айттым, маған бір ай писта дәрежене бересің бе, білмеймін әйтеуір. Мен Алматыға концерт жасауым керек. Олар айтады, концерт істейтін болсаң көп қой Ақтөбеде. Жоқ, мен Алматыға беруім керек Республика сарайына дедім. Сосын мен айттым, сендер маған ештеңеде қаражат бермей қойыңдар, мен бірінші өзім тағы да өзім сынауым керек мен. Көрдің бе, сынақ керек. Содан 50 мың теңгемді айлығымды алып, қасыма 3 жігітті театрдың, бір администраторын, бір 2 актерін алып, 4-іміз Алматыға келдік. Сентябрьде келіп, осы жақта ең арзан деген нені алып, квартира ма, білмеймін, бір бөлмелі әйтеуір. Осы Республика сарайын маңайынан таптық. Өйткені көлікке ақша шығармау керек, таксиге кетеді, жаяу жүру керек. Сосын Республика сарайына келдім, бірінші рет кірдік бәріміз. Ішіне кіріп шошып кеттік, 3000 орындық. Енді біздер 300 орындыққа қойып жүрген адамдар бар, бірден 10 есе үлкен ғой. Сосын директорына барып айттық, осындай Егезу театр. Ол білмейді Егезу театрын, ол кезде білмейді ғой, келген жоқпыз ғой. Сосын жақсы онда деп. Сосын айранысы қанша деп едім. 1,5 миллион деді. Ондай сөз естіп көрген жоқпыз. Ары кетсе бізде Ақтөбе жақта 20 мың ғой, аренда 10%-тен алады ғой, 20%. Шошып кеттім. Оформление деймін, 500 мың дейді. Телевидение, ол телевидение өзің барып сөйлесесің дейді. Соны телевидениеге бардым, олар 500 мың дейді ол уақытта түсіру. Соны не істеймін? Ауылға қалай қайтамын? Мен намыс бар да, мен кейін қарай қайтпауым керек. Сосын қайтып келдім Республика сарайына. Мен кепілдеме хат беремін деді. Директор ма, қолымда печатым бар. Содан аренда зал 1,5 миллион кепілдеме хат, 500 мың оформление кепілдеме хат, жаңа телевидениеге де кепілдеме хат. Сонымен бір 2,5 миллион, 3 миллионға жетіп қалды. Тағы да бір нелер болды. Звуктар бар, свет бар, қосымша. Содан бір 3 миллионды мойныма қарыз қылып келдім ғой. Сонда іштегі балалар айтады, мен Нұркен ертең сотталып кетпейсің ба, мына 3 миллион қалай төлейміз? Қалай концерт қоямыз? Неге өйттің деймін, айтам жоқ. Кәшіп оны ойланып шешім табуымыз керек деп. Мен оларға айттым. Бірақ қана уақыт бар дедім. Мына 3 мың билет, соны қалай болғанда да біз бір айда сатуымыз керек. Жаяу сатасың ба? Кәдімгі бір базарға барып сатасың ба? Біз осыны өткізсек қана біз қарыздан құтыламыз. Болмаса мен мойныма кетеді мынаның бәрі дедім. Енді мен өзім мойным алғаннан кейін ертең менің дүние мүлкімді, үйімді әйтеуір конфискілейді, сотқа шақырады. Маза бермейді онда. Сосын 4-іміз билетті бөліп алдық. Сосын кеттік жаяу. Ақтөбеліктер іздедік, оралдықтар іздедік, таныс тамыр, список жасадық. Ананы таныс күнде отырып список жасаймыз. Мынау деп. Енді қайтеміз, билеттен бірінші рет 2-3 күн білмейді.
ең болмағанда Алматының әртістерін де шақырған жоқпыз, танымаймыз ғой ешкімді. Өзіміздің театрдың, Ақтөбенің филармония әншілері оны ешкім танымайды ғой. Алматыда танымал адамдарға келеді, солай ғой. Біз танымайтын адамдарды шақырып отырмыз концертке. Сонымен не керек? Таныс тамырмен әйтеуір ағайын бүкіл жерді жағалап 3 күн келеді, бір айда өткіздік, шынын айтайын. Ол кезде билет те қымбат емес, бірақ арендасын өтейді. Сонымен полный аншлаг болды ғой екеуміздің бірінші концерті. Сыймай Хабар түсірді біздің, Хабар агенттігі. Өйткені ол уақытта Хабар кәдімгі көрермен көп канал болды ғой, екінің бірі Хабарға түсе алмайды. Олардың енді біз оборудованиесіне ғана төледік, өзің заңды түрде. Содан кейін енді көңілім жайланды, аренданың ақшасын бердім, бәрін төлеп тастадым ғой. 500 мың теңге еш артық қалды. 550 мың теңгемен келіп, 500 мың теңгемен Ақтөбеге қайттым. Еші театрымды танытып қайттым. Концерт түсіріп, бүкіл республикада таратып. Көрдің ба? Қорықпау керек та, мен жастарға да айтамын. Тәуекелге бару керек, неге қорқасыңдар? Көбісі былай емес пе? Қазір жастар жүреді, ой, клип түсіруге ақша жоқ, ой, Алматыға жаздыру керек, сөйтіп жүре береді да Ақтөбеде ән айтып. Мен айтамын, сен жалғыз өзіңсің ғой. Мен жалғыз өзім болсам, бұрын мен өзімді өзім сүйе беретінім. Сүйреймін ғой өзім. Мен қасында 10-15 адам сүйреп жүрмін. Кәдімгі паровоз ұқсап. Вагоным болмаса мен ұшамын ғой. Бір өзіңнен өзің неге қорқасың? Сондай сияқты адам қорықпау керек. Әр нәрсеңде бір несі бар ғой, шығып кететін ход болады ғой. Өзі қиындықты береді де, бұны шығатын бір тетігі болады, соны ойлау керек та. Мен сөйтіп тәуекелге барып концерт жасап келдім. Одан кейін келесі жылы мәдениет басқармасы мойындады ғой. Келесі жылы көмектесті, жолыма, арендасын төлеуге. Ең біріншісінде өзің жасауың керек. Сен мысалы Екезу театрын мемлекет бірден алған жоқ. Қой мыналар біз шат қалайық деп мен дәлелдедім. Өзің дәлелдегеннен кейін барып, бұл басшылықта, үкіметте көмектеседі. Адам өзін дәлелдеу керек те, жұмыс жасайтын. Сосын тайқып кетпеу керек қой, тура жолға түстің ба, аяғында дейін апару керек. Мен 25 жыл бойы мен ешқайда секірген жоқпын. Осы театрды сүйреп қоятын. Талай қызметке шақырды. Барам, бірақ 5 жылда істеймін де қайтып келемін театрымда. Өткен жаңа айтқанда театр Ақтан театрына мен директор тағайындаған кезде драма театрға. Мен Алматыдағы осы Сара жолынан айырылып қалдым ғой. Жылда Алматыға келетін болдым ғой. 7 жылға артықарына Алматыға келіп жүредім. Театрға директор болғаннан кейін мен келе алмай қалдым. Өйткені ол шаруасы үлкен дүние ғой, мен қалай концерт қойып кетіп қаламын. 5 жылдан кейін мен өзім әрі қарай отырмаймын. 5 жылдан кейін рұқсатым сұрап, ал мен 5 жыл жасадым. Ақтан театрына да рахмет деп өзім екеуімді алып өнер орталығына кетіп қалдым. Ол жақта да жаман емес. Ол жаққа да мен жүрген жерінде бір проект жасап кетем. Ақтан театрына балауса эксперименталды режиссерлардың фестивалін бастаған 2016-та. Соны 2 жыл өзім жүргіздім. Өзім кеткеннен кейін кеше 6-шы рет жүргізді, халықаралық деңгейде кеше жүргізді. Сондықтан да ойлаймын, менің ол жаққа жасап кеткен проектімді өмір сүріп жатыр. Одан кейін Екезудің да өзінің фестивалі бар. Айтқыштар Ақтөбеде деп отыр. Ол да мына жас сатириктерді, жас актерларды, таланттарды көтеру үшін құрылған проект. Ол 2002-де басталды. 2 жылда бір рет өтеді. Бұны бүкіл Қазақстан біледі, күтеді. Келесі жылы оның 20 жыл болады біздің өткізгенімізге. Соны 2 жылда бір өткеннен кейін 10 жылдығы. 10 жылдығында осы Нұрлыбек Жұбатқанның әзілдеріне конкурс болады. Мен жазған әзілдерімен байланысты. Өйткені қазір өзімде мен 3 кітап шығардым. Түйреуіш, ауылдағы айтқыштар және Қатираның құрт сауыты деген. Ішінде қаншама әзілдер, сатиралық шығармалар, интермедиялар бар. Ішінде балаларға арналған ертегілер бар. Одан кейін тағы да 2 кітабым дайын тұр. Біздерге енді кітап басуға енді қиындық туғызады. Өйткені жаңа айттым ғой, мемлекеттен қолдау керек та. Біздің кітаптарды шығарып насихаттау керек. Енді біз кітап шығаруды оңай емес. Қазір бір кітап шығаруға бір 1,5 миллион ақша керек. Ең арзан деп шығарғанның өзінде. Енді 3 кітапты шығардым, демеушілердің арқасында, тағы да бір көмектескендер. Сондықтан да бізді насихаттауға не керек? Насихаттауға керек. Жоғарыдан қолдау керек негізі. Біз енді халық үшін істейміз ғой. Дұрыс айтасың. Енді тәуекелші екеніңізден сөзіңізден аңғардық, өзіңіздің ісіңізден де көріп білдік. Бұл жерде көрген тәуекелі бар. Иә. Вот солай болу керек. Соны көріп білдік. Енді мынандай бір қызық сұрақ келіп тұр да,
сіз Ақтөбе қаласының әкімі болған уақытта Бердібек Сапарбаевқа бір айла келдіңіз, өтіпті. Тәуекелшілегеніңізді білдік. Жаңағы осы әңгіменің өзіңіз түсініп отқан шығарсыз. Сол қалай болды? Мен директор 20 жыл директор болдым. Еңгезу театрында 15 жыл, Ақтант театрында 5 жыл директор болдым. Директорлардың ішінде енді мен өтірік айтпаймын. Турасын шындығын айтатын едім мен шынында. Мынау болмайды, анау көбінесе мен әртістерге ара түсемін. Әсіресе мына көшеге өлең айтады дейді ғой. Мейрамдарда көшеге, базарларға өлең айту керек десе мен қарсы шығамын. Олар деген ұят қой, базарда өлең айтып тұрған олар. Ол жерге көшеге өлең айтатында ауданнан, ауылдан да шақыру болады әншілерді тойда жүрген. Неге біз кәсіпқой әншілерді көшеге шығарамыз деп мен көбінесе дауласып қалатын. Олардың құқығын қорғаған сияқты. Енді сыйлау керек қой, республика танымал адамдарды көшеге ән айтқызып қойған өзім білмеймін, қабылдай алмаймын. Көшенің аты көше ғой. Сахна ол, киелі сахна ол бөлек. Дұрыс едіңіз. Сондықтан да ол былай болды. Бердібек Сапарбаев әкім болып келген кезде енді кез келген әкім өзінің жұмысын көрсету керек қой. Солай ғой. Олар енді ұзаққа келмей, әркез 3-4 жыл отырады. Келген бойда өзінің энергиясын, өзінің қандай адам екенін көрсету үшін Бердібек ағамыз енді бір жағынан оны былай білеміз ғой сырттан. Ол өзінің мына журналистермен жақсы болды. Ол жүрген жеріне телевидениені алып барады. Не істеп жатқан бәрін көрсетіп отырады. Кейбір әкімдер білмейсің ғой не істеп жүргенін айтпайды олар. Ол әркімнің жұмыс істеу стилі әртүрлі. Сосын ол кісі Ақтөбеге келгеннен кейін енді ол кісінің қандай екенін журналистер күн сайын салып отырады. Бүгін мысалы бір мектепте мұғалім сабақ беріп жатса, мұғалім сабағына, мысалы ашық сабағына әкім кіріп келеді. Дайын тұрады да, түсіріп, енді бәрі түсірілім ғой. Мұғалім мысалы сасып қалады, балдармен амандасады. Одан кейін мысалы ауруханада дәрігердің ауруханаға кіріп келеді. Болмаса жаңа әкімнің бір ауданға барады да, айтпай өзі. Айтпай барады. Әкімнің кабинетіне келіп отырады, әкім танымай қалған мысалы. Приемныйдік, әкім емес, приемныйдің секретаршы, білмейді ғой, әкім жаңадан кейін түрін танымайды. Сондай біздерден не туды? Айтпай әкім кіріп келеді деп, сондай үрей туды ғой. Халық қорықпайды, одан әкімшілікке бағанатын мекемелер қорқады. Соның ішінде біздің мәдениет басқармасы қорықты. Мен ол кезде Ақтант театрының директорым, ойбай Нұрлыбек, байқа әкім келіп қалады театрға. Әкім келіп қалған кезде бізде ант деген тарихи спектакль болды. Әкім қай уақытта әкім келсе де ант сахнада дайын тұру керек те, ойнап жіберу керек. Бізде сондай ғой. Содан театрдың әртістері күнде антқа сақал жасыр дайын отырады. Кейін бұл әкім қашан келетінін кім біледі? Ол 1 айдан кейін келе ме? Ол 1 жылдан кейін келе ме? Білмейміз ғой қашан келетінін. Енді күнде обал ғой әртістер, күнде дайын отырасың. Содан мен өзім де шаршадым. Қайта терезеден ол келем деп айтпайды. Содан бір күні отырдым да. Мынандай қызық болды әуелі. Кабинетінде отырсам, администраторым жүгіріп келді. Ойбай, облыс әкімі келатыр. Шошып кеттім. Мен жаңа режиссерға звондадым, тез спектакльді баста деп. Бірден спектакльді баста жіберді. Дайындық жүріп жатқан сияқты әкім келген кезде. Біз де сондаймыз ғой деп. Содан әкім қайдан кіріп кетті. Өзі ант спектаклі, Тақуа Ақтанттың спектаклі ғой, тарихи. Светтер сөніп қараңғылау болып өтеді да, қараңғылап тастаған. Бірақ қарайым бір 3 адам отыр залда. Мен енді ойладым, бәрі әкім деді, бәріміз де ой, әкім келді, Сапарбаев келді. Содан ант біткеннен кейін свет жақсақ, ол емес. Бір Ақтөбенің ақсақалдары танимын аттарын, бірақ әкімге ұқсайды шашта. Содан күліп жатыр. Мен мына жаққа дастархан жасап қойғанбыз. Енді шыққаннан кейін ауыз түйсін деп. Содан 3 ақсақалға барып ауыз тигіздік. Содан әңгіме болды анау қит. Сол күні менде идея пайда болды. Театрға әкім кіріп кетті деген бір сатира жаздым. Енді әзіл ғой. Соны мен кешкісін жазында салып кеттім. Түнімен уже оны Нұргизет бүкіл сайттар басқан. Таңертең қарасам жаңа материалым хит болып тұр ғой. Қаншама оқырмын. Сосын мен өзім жүрегім шешті. Осы енді маған келіп қалуы мүмкін деп едім. Ертеңіне адамда бір сезім болу керек. Жүрек түйсік болады. Адамда сонда интуиция дейді.
Иә. Бірне андай сезімтал бір белгі сияқты болып тұра ма? Сол күні дүйсенбі күні бірақ театр демалады. Мынау сенбі күні болған нәрсе ғой, оқиға. Иә. Демалыс күні, дүйсенбі күні біздің театр демалады, бүкіл шығармашылығы бәрі цехқа дейін, тек әкімшілік жұмыс істейді. Дүйсенбі күні что-то бір жүрегім сезгендей, 11-ге таман фойеге театрдан шығып едім ғой, парадный ашық тұрады, екі адам келеді, қарасам облыс әкімі, қасында көмекшісі бар. Ассалаумағалейкум деп амандасып, маған күліп амандасты да, мен туралы патырлатып жазып жатыр едің ғой деді, патырлатып. Мен жазып жатыр, күлді. Ой, сіз туралы емес, ол сатира ғой деді. Сосын тұрды, не көрсетесің деді. Мен айттым, нешен көрсете алмаймын. Бүгін театр демалып жатыр, бәрі жабық. Бірақ та екінші этажда малый залда Екезу театры бар деді. Солар тамашаның тарланы Бақыт Айтова деген актриса бар Ақтөбеде. Біздің Екезуде жасады. Бұрын тамашада істеген. Әуезов театрында істеген, Ақтан театрында жасаған, одан кейін Екезу театрында жасады. Сол апайдың 60 жасын дайындалып жатырмыз дедім. Сол кісіге барды, амандасты, сосын спектакльге шақырдым. Өзімнің спектаклім «Командос» деген. Сол қолымда басқа қаратта кетіп қалды, болды. Сол ертеңіне мәдениет басқармасының басшысы айтады ғой, сен қалай қорықпайсың деген, неге жазасың мынаны дейді. Мәйде оның несін қорқасың? Ол Сапарбай бірақ шығармашылық адамдарды өте түсінетін білікті адам ғой енді. Ол бір білмеймін неге, ол бізде сондай бір үрей бар да, бір фобия дей ма, бірдеңеден болса бәріміз қорқамыз ғой. Сондай сияқты бір әкімдерден бәрі қорқады да, мен мекемеде жасайтындар. Әкім деген халыққа жұмыс істейтін адам ғой. Ол кәдімгі қарапайым өзіміз сияқты адам. Ол да өзінің жұмысын көрсету керек. Ол қайта халықпен қарым-қатынаста болу керек. Әкім бір бас шабатын бір немес қой. Жаңағы айбалтасы бар қолында. Бізде сондай қалыптасып қалған. Ойбай әкім келеді десе бәрі қорқып, ана өтірік, бәрін тазалап өтірік. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Кәдімгі шынайы өмір сүру керек та. Мысалы шетелдің президенттерін қарашы. Кез келген талдың түбінде конференция айта қояды, любой жерде интервью береді, қарамайды көшеде. Біздерде декорация қолданып өтірік, бояп, ана жерге сурет салып, соның бәрі бұрынғы совет үкіметінен қалған бір не. Түсінбеймін, үрку ме, әлде бір жағымпаздық па? Адам қалай болу керек, қарапайым болу керек та, солай болу. Сол кезде бізде әділдік болады. Біз жаңағыда өтірік мақтап, біреуді өтірік аяғынан шалып, біреуге қиянат жасап, біреуге жала жабуда, осыдан қашу керек та. Біз осыдан құтылуымыз керек. Еркіндік деген, әркімге еркіндік жұмыс жасауға мүмкіндік беру керек. Бізде контроль көп та, өйткені бір-біріне сенбейді. Мысалы қазір әсіресе телеарналарда солай ғой, бір-бірін тексеріп, бір-біріне сенбейді. Әркім өзінің маманы болу керек қой. Журналист өзі маманы өзі жасау керек, режиссер өзі жасау керек, драматург өзі жазу керек, жазушы өзі жазу керек. Өйткені соның маманы. Біз оны үстінен контроль істейміз. Мысалы көбінесе әкімшіліктің концерттерінде де, мерекелік концертте де осы әкімшіліктен бір адам келеді де программаның бітішін шығарады мысалы. Мен ол кезде де айтқам тура. Сіз не бітірдіңіз деп сұраймын, ауыл шаруашылығы дейді. Бұл деген маман ғой. Сіз оны қалай несіне сын айтасыз деп мен талай айтқам әкімшіліктің адамдарына. Ол солай айтуымыз керек, сатира деген солай. Сатираның адамы айту керек. Біз бір немеспіз, айтқанда қалай деп айтсам екен. Біреудің егініне түсіп, біреудің ондай несінде шаруам жоқ. Қалай қоғамда қалай дұрыс емес, соны айтасың енді. Енді айтпасаң несін жүресің онда. Дұрыс айтасың, тұспалдап жеткізу. Тұспалдап айтуымыз керек қой, болмаса енді білмеймін енді. Ешкімге егер ой маған керек емес, ол ой маған деп бәріміз осылай өмір сүре берсек, онда қоғам сен тимесең мен тимеу. Онда қоғам іріп шіріп кетуі мүмкін. Мен өзімді мақтымын деп айтпаймын. Мен тек қолымнан өзім деңгейім жеткенше айттарым, аузымның жаңағы сөзімнің қалай деп айтсам, көкейімде айтып барымды айта аламын дейді.
мен бәрін бір жайпап ондай бір саясаткер емес. Жалпы аға, осы біздің уақытта аяқталып қалды, өз мәресіне жетіп. Енді біздің ритм подкастының көрермендеріне өзіңіздің соңғы бір қорытынды сөзіңізді, легіз тілектеріңізді айтып кетсеңіз. Енді аға, жаңадан бері сізді сырлы әңгімелеріңізді тыңдап, мен айта берсем менде әңгіме көп. Жалпы енді адам деген жазылмаған бір кітап дейді. Кейде өзім туралы да кітап жазғым келеді. Көп нәрсе ғой адам. Әрбір басынан кешеді. Оның ішінде өнер адамдарының өмірі өте қызық. Қай-қайсысын алсаң да қиындығы да бар, қызығы да бар. Енді мен айтарым, жаңа айттым ғой, біріншіден адам қарапайым болу керек. Мен қанша әйтеуір жаңа құрмет дейді ғой. Мен мысалы Ақтөбеде облыс әкімі, Ақтөбе облысының жыл адамы дегенді атағым бар. Жаңа мәдениет қайраткері, жазушы деп жатыр, журналист, ерен еңбегі көп енді әр жерден. Оған мен атақ үшін өмір сүрмеймін. Қанша халық әртісін берсе де қарапайымдылық жақсы көремін. Екіншіден тәуекелділік бірінші менде. Көп нәрсеге мені жеткізді. Егер мен бәрін ой құрсыншы, ой деп кең қарай шегін шектейтін болсам, мен көп нәрседен қалып қояр едім. Мүмкін ауылда жүре берер едім. Өнерге сол өнер болсын, адамда батылдық болу керек. Журналист болсын. Мен сіздерге де сондай бір қоғамнан өз орындарыңды табады деп ойлаймын. Сондай тілек білдірем. Әркім өмірге келгеннен кейін кірпіш болып қалану керек та, өзінің кішкентай да болса осы Қазақстан үшін, Қазақстанның мемлекет үшін, халық үшін септігін тигізу керек. Сіздердің осы бағдарламаларыңызда біздің ел болып егемендігіміз мәңгілік болуына септігін тигізеді деп ойлаймын. Жақсы керемет қонақтар келе берсін. Халыққа осындай сыр бөлісетін, ақыл айтатын, бағдар беретін, көрсететін зиялы қауымдар көп болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет осындай шақырып менен сұхбат алып жатқандарыңызға. Сізге де алғысымыз шексіз. Салмақты да сырлы, тұшымды сұхбат болды деп ойлаймыз. Енді жалпы біздің подкастымыз өзінің мәресіне жетіп қалды. Бүгін бізде қонақта болған ерекше адам, керемет адам, актер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, ерен еңбегі үшін сыйлығының иегері, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Екезу театрының директоры, актер Нұрлыбек Жұбатқан. Бір сөз айтып кетейін. Актерді да мен ең бірінші мен негізі режиссерлық бітірген. Актер болам деп ойламаған. Тағы да айтып кетейін. Қисаң қалсақ болсақ. Ол кезде де мынандай болды. Аяқ астынан актерларым концерт бастайын деп отқанда бір себептермен кетіп қалды. Оны айтпай ақ қояйын. Халық аншылақ 3 актерім бірден енді ол болып тұрады. Кетіп қалды жұмыстан бірден. Сол кезде мен бәрін өзім ойнап шықтым. Бірінші дайындықсыз. Өткен жазған дүниелер өзімдікі ғой. Содан ойнап келгенде ойлаймын, мен рахат екен ғой. Халық шапалақтап, құшақ жайып, әсері бөлек екен. Режиссер болып сыртта көрінбейсің ғой. Сахнаға шыққан кезде. Содан кейін әрі қарай сол актерлікті содан кейін маған ұнады да, соны әрі қарай сол актер болып кеттім аяқ астынан. Сондай. Жақсы. Рахмет аға. Ол да тәуекелдік қой. Уақыт жоқ заманда осындай уақытыңызды қиып келгеніңіз үшін сау болыңыздар. Жақсы. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі біздің подкастымыздың шығарылымы өз мәресіне жетті. Келесі шығарылымда кездескенше.